Білмеймін, біреуден сұрастырасыздар ма, жақындарыңыздан ба, болмаса мына үйді менің атыма жаздырамыз. Енді үй түкке тұрғысыз, бірақ сырып тастап жерін сатуға болады. Әшека! Қайырлысың. Ой, жандарым, қалайсыңдар? Әшека, саған не болды? Ештеңе, жай құлап қалдым. Өзің қалайсың? Мен жақсымын. Айша, қалайсың қызым? Жақсымын, мам. Өзіңіз қалайсыз? Папа айтқанда түсінбей қалдық қой. Бәрі аяқ астынан. Ештеңе етпейді. Дәрігер бір-екі күнде үйге жіберем деді. Дұрыс болған екен. Келгеніңе рахмет. Шынымды айтсам, сені келмей ма деп ойлап ем. Жоға, мам, несіне олай айтасыз? Мен кешір. Мен талай ақмақтық жасадым. Бәрі кеш. Бірақ сонда да... Мам, сіздер маған бөтен емессіздер. Медет барда мен сіздерден ешқайда кетпеймін. Сіз де мені кешіріңіз. Мен сізді енді түсініп жатырмын. Әр ана баласы үшін қолдан келгеннің барлығын істейді екен. Соны түсіндім. Сен керемет анасың. Бақытты бол. Рахмет, мам. Басты сіздер аман болыңыздар. Мамам хабарласып жатыр. Сәлем айт. Алло, мам. Алло, Айша. Арқат әкеңнің үйін бұзғалы жатыр, тез жет. Немене? Не ақ тұрсың? Сыр бол. Бұзбаңдар деді ғана тәте. Кім айтты, қандай тәте? Өзі де келе жатыр. Ай, құлыным ау, бұның не сені жарығым ау. Масқара доғар мынауыңды, құлың болайын. Айналай, құлың Тәте. кетейін. Доғаршы мынауыңды жарығым. Мен сізге айттым ғой, маған мына жер керек. Анау мынаумен сөйсек істеп тұратын, менде уақыт жоқ. Былай тұрыңызшы. Мен саған бөтен емеспін ғой. Не болды, біз адам құрлы көрмедің, шыбын құрлда көрмедің ғой, құлыным. Қарашы, адам көршілердің бәрі жиналып қалды. Давайте осы базар тоқтатайықшы. Есі дұрыс, нормально адам сияқты шешейікші. Мен сізге айттым, маған ақша керек. Қарызды қашан қайтарасыздар дедім. Осы күні дедіңіздер. Ақша бар ма? Қайтарам. Қашан қайтарасыз енді? Өріп кетсем де жаным тірі болса Маған қайтарам. бүгін керек. Маған өлгеніңіз керек емес сіздің. Бүгін керек маған. Бар ма ақша? Жоқ болса енді ренжімеңіз, жарай ма? Сот орындаушылар келсе, сізбен сөйлесіп отырмайсыз былай. Маған рахмет айтыңыз айта. Былай тұрыңызшы, ренжімеңізші. Бақытжанның аруағын сыйла. Өз қолымен салған үй ғой, мен оны сыпыртын салдып та алмаймын. Бұздырта алмаймын, қолым кешір. Бақытжан ағам білемін, сыйлаймын ол кісіні. Енді ол кісінің көзі жоқ, не істеймін? Бізді ештеңе байланыстырып тұрған жоқ. Қызыңыз солай шешті. Қызыңызға барып жылаңызшы, жарай ма? Давай, бұл Қалай, кісі тұрбай алдында. ой, сен де бір періште болып қаласың, Мықты болсаң, мә, кілтәне. Бар да от алдыр да өзің. Бұзасың ба не істесең де, мен бұзойын біреудің көз жасына қалғым келмейді. Арқат, Ешкімге сенбеу. қой деймін. Арқат айналайын, қой деймін. Қойыңыз болды, өлесіз ғой, тәте, қойсаңызшы болды. Болды енді, жүріңіз. Қойсаңызшы болды енді. Кет деймін саған, өлгің келіп тұрма, кет деймін саған. Түрші болып сөйлесейік. Сөйлесуге уақыт жоқ менде. Мынаның арендасы қанша екенін білесің ба? Өзім ақ төлеймін. Ақшаң жете ма? Бар ма ақшаң? Мамаң екеуің бар ғой, мына жерде тұрсыңдар уже. Не, айта берші, не болды? Не үшін істеп жатсың мұның бәрін? Точно сен үшін емес. Енді? Жай, просто. Ақша керек маған. Сендер маған қарсысыңдар. Болды, сендерді асырап біттік. Все. Все-таки біз үшін екен ғой. Жалғызым. Архат, сен жеңілуді білмейсің. Жеңілуді білмейтінің бар екен, бастамауың керек еді. Керегі 5 миллион ба? Кешке дейін қойып берем. Үйге тиіспе. Ренжісең ойыншығын алып кететін кішкентай бала емес шығарсың. Оп. Кешке дейін уақыт берем. Ақшаны тапсаң таптың, таппасаң ренжіме, жарай ма? Сосын ана бар құлын бәрін алып кетші, маған керек емес. Өртеп тастайын бәрін.
Айша, ананың ақшасын төле арендасын. Төлейм дедің ғой? Папа шай ішесіз ба? Жоқ, қызым, болдым. Бүгін мамаға барасыз ба? Иә. Бүгін шығарады. Больницада жатпайын деп шешең бүлік шығарып жатыр. Қашан барасыз? Қазір шығам. Пап, негізі мен... Қызым, егер айтқың келмесе ештеңе айтпай-ақ қой. Бастысы өзің сабақ алсаң болды. Сіз бізге қалай тез рұқсат бердіңіз? Мен оған да екеуінің араларындағы сезімге де сендім. Күдік болды әрине. Бірақ араласпауды жөн көрдім. Не істеймін? Менің туылып жатқан қызым жоқ. Ұрғызып қойып қарап отыра алмаймын. Қатыгездік арадағы үлкен сезімдерді жойқын күшпен жойып жібереді. Керемет махаббатты да. Осыны білсем де, тек оны ғана жауапты еткім келмейді. Отбасы деген екі адамның арасындағы одақ болғандықтан, бұған екі жақта жауапты болу керек. Сондықтан ойлан, қызым. Болды, мам, қойыңызшы. Бәрі жақсы, үй орнында. Қызыма, мен дүние үшін жылап отырғаным жоқ. Осыншама жыл. Мынандай хайуанмен қалай өмір сүріп келгенсің? Шыда дегесін шыдадым ғой, мам. Не деген оңбаған адам мен. Жексұрын. Кешірші қолым мен. Кешірші. Болды, мам. Бәрі дұрыс. Бастысы қарызды қайтарып, басымызды арашылап алсақ болды. Ол енді біз үшін ешкім емес. Бұдан кейін бізге тисе де алмайды. Жоқ. Мен бұны бұлай қалдырмаймын. Мен оның әкесіне хабарласып айтам. Ол әкесі білмеген соң осылай құтырып жүр. Біліп жүрсін, әкесі мен шешесі оның қандай адам екенін. Жоқ, мам, керек емес. Папа онсыз да сотта мен жаққа шығып, оны түксіз қалдырды. Енді мына жағдайда естісе, ұлынан тіптен түңіліп кетеді. Керек жоқ. Мен ол үйден кеткен адаммын. Маған бола ол менің қарым-қатынасын үзбей-ақ қойсын. Жарығым-ау. Қандай жақсы адам еді. Өзің иттік жасаған адамдарға жадың ашып. Мам, папа өте жақсы адам. Арқатты ойламасам да соны ойлаймын. Жарайды онда, киініңіз кеттік қалаға. Кешке дейін ананың ақшасын тауып, төлеп тастау керек. Жоқ. Мен үйде қалам. Ана оңбаған тағы келіп, мен жоқта не істейтін бір Құдай білсін. Оның қолынан бәрі келеді. Ешқайда бармаймын, осында үйімде болам. Жарайды, мен кеттім. Жарайды, қолым. Абайлап жүр. Менің көмектескенімді пайдаланып қайта еркелеп алмайсың ба? Менің шығатынымды балалар білетін бет. Жоқ. Әдейі айтпадым. Бәйбішеме көптен бері көңіл бөлмеп едім. Әдейі өзім бөлек құрмет көрсетейін дедім. Архат жұмыста ма? Я жұмыста. Сары үйге келді ме? Қанша араласпаймыз десек те, оның қайда екенін білгім келіп тұрады. Енді мен анамын ғой. Мені де түсін. Жақсы.
Сара. Сәлем, қалайсың? Султан. Сәлем. Дастан іздесең. Жоқ, Дастан менің үйімде. Мені заттарымды алып кел деп жіберген еді. Түсінікті. Негізі, Сара, Дастан екеуің араларында не болып жатқанын барлығын білем. Сол себепті мен оған психологқа қарал дедім. Ем алып жатыр, бәрі жақсы болады. Жақсы. Қуаныштымын ол үшін. Сара, ол сені қатты жақсы көреді. Сен үшін түзелгісі келеді оны. Түсінші? Султан, егер ол мені жақсы көрсе, мен оны жақсы көрсем, неге біз бірге бола алмаймыз? Сара, мен өзім де түсіне алмай қойдым оны. Негізі екеуің күшті парочкасыңдар. Біздің орта сендерге қатты қызығатын еді. Неге бұлай болды? Султан, мен оны жақсы көрем. Я не смогу без него. Сара, кешірші мені. Дастан, мен сыртта күтем сені. Жан, сені жылатқаным үшін, саған ауыртпалық көрсеткенім үшін кешірім сұраймын. Жоқ, сен мені кешір. Мен сені түсіне алмағаным үшін. Жоқ, сен кешірім сұрама. Бұл жерде сенің еш кінәң жоқ. Бәріне кінәлі мен ғана өз қолыммен құрттым бәрін. Бірақ мен бәрін түсіндім, Сара. Бәрін өзгертейік. Мен де өзгерем. Еркелікті қоям. Бірге өзгерейік. Дастан, не? Сара, мен сені қатты жақсы көрем. Біз міндетті түрде бірге боламыз. Бірақ қазір емес. Мен емімді жалғастыруым керек. Түзелуім керек. Миымды реттеуім керек. Бәрін басынан бастайықшы. Бастаймыз, Жан. Бастаймыз, міндетті түрде бастаймыз. Бірақ айтып тұрғанымдай қазір емес. Сен жақсы көрем. Мен де сені жақсы көрем. Мені түсінші. Бұл біздің болашағымыз үшін, отбасымыз үшін. Өтінем. Кешірші мені. Қайтып келем деп сөз бересің бе? Әрине сөз берем. Кетпеші. Сені күтем. Арқада Әділұлы, сәлеметсіз бе? Сізді шеф іздеді. Сен не дедің? Әлі келмеді дедің. Ой, тупая, айтуға болмайтын бит, кездесуде или болмаса да объектті көруге кетті. Но Что он хотел? акцияларды сатылымға қоямыз дейді. И жаңа акционерлер келетін болса, директорды, яғни сізді қайтадан сайлаймыз деді. Не істейміз? Білмеймін өзім де. Бір-екі адамға хабарласу керек. Архат, балам, сөйлесейікші. Айша? Міне 1 миллион. Санап ал. Керек емес, сенем саған. Жандос, саған үлкен рахмет. Қорқасы жоқ. Айтпақшы, мен сенімен бірге барам. Сені жалғыз беріп қарап отыра алмаймын. Сосын қағаз бен ручка алып ал. Қолхат жаздыртып алайық. Ештеңе алмадым деп мойындамай қоюды мүмкін ғой.
қасымда болғаныңа рахмет. Айша, сен рахметтен басқа сөз білесің бе? Жанашыр адамыңның болғаны шынымен жақсы екен. Мен енді әрқашан сенің қасыңда боламын. Сен ешқайда жіберме. Алло, Умка, Алло, Айша, қайдасың? үйдемін. Не болды? Айша, мен сенен сұранайын деп едім. Жарайды. Не үшін? 2-3 күнге ауылға барып келуге. Жақсы, тыныштық қой әйтеуір. Я, сосын Айша... Алло, Умка. Алло, Умка, естілмей тұрсың. Умка, мен саған кейін хабарласам, естілмей қалдың. Кеттік па? Кеттік. Ничего, мам, бәрі жақсы болады. Мен сен үшін бәрін істеймін. Че там, бәрі дұрыс па? Сен не өсек тыңдап тұрсың? Айша ханым саған не айтты? Дұрыс жұмыс істемейтін болсаң, жұмыстан шығасың деді ғой. Жұмыстан шыққың келіп тұр ма? Нет, мен просто сен ақша керек дегенді естіп, жаным ашып. Айша бермеді ма не? Сет істамай қалды. Сетке жаба салды. Понятно. Түсінбеймін, не айтқың келіп тұр сенің? Ештеңе, өзі саған ақша керек па, жоқ па? Бар ма? Менде жоқ, бірақ ақшасы бар адамды білем. Кім ол? Сен мен тупой көріп тұрсың ба? Басымды қатырмаш? Жоқ, маған бәрібір. Ақша маған емес, саған керек қой. Өліп қалсам да оның алдына бармаспын мен. Бармай-ақ қой. Просто оның айтқан жазсам, ол саған керек сумманы қойып береді. Соны біліп жүр. Сен мен кім көріп тұрсың? Стоп. Ол сен ойлағандай жаман нәрсе емес. Ол просто біздің гостиницаның хозяинымен өш. Біздің гостиница туралы бір-екі жаман пікір қалдырасың, и все. Тегін келіп жатқан ақша. Сабыр жалпы тек менің ғана емес, көп адамның жынына тиіп жүр. Сол үшін ойлан. Әрі ақша, әрі сауап аласың. Ондай сауабыңды бар ғой. Тығып қой. Мілена. Біле білсең, осы уақытқа дейін Айшаға тәйт деп теғызып келген мен едім. Ал сен болсаң, сен мен өзі естіп отырсың ба? Менен сізге конкретно не керек? Ашығын айтыңызшы. Сене маған ештеңе керек емес. Осы күнге дейін соқыр болғаныма ашуым келіп отыр. Айшаға не істемедің? Итқорлықтың бәрін жасадың. Енді бұлай жасай алмайсың. Бұл қорлығың соңғысы болады. Болдыңыз ба? Саған сөз шығындап отырған мен ақмақ екем. Атанаң айтып... Оларға айтып әуре болмай қойыңыз. Әке-шешем керісінше қуанып отыр. Айшадан құтылғанына. Әкем тіпті одан ертерек құтылу үшін сотта көмектесті. Жеңіп шығу үшін. Бар бәле сомен кетсін деп болды. Өзі де, олы да ешқайсысы керек емес деп қуанып отыр. Сондықтан көп созбай ақшаны қайтарыңыздар. Мен сіздерден көп ақша сұрап отқан жоқпын. 5-ақ миллион. Оға дейін сіздер қанша рет ақша алдыңыздар, оның ешқайсысын санап отқан жоқпыз. Қайта рахмет айтпайсыздар ма? Өтірік. Өтірік емес. Барлығы шын. Басқа айтарыңыз бар ма? Жоқ болса өтінем. Шығыңызшы. Жандарың қысылса табасыңдар, Әшейінде ақша жоқ, тымсызбын деп, мүләйімсіреп бір. Ешқашан олай еткен емеспіз. Болдың ба жазып?
Иә, жазып жатырмын. Не болды сонша? Асықсың. Әлде ана жаңа байымнан айырылып қалам деп отырсың ба? Басын әбден айналдырыпсың, әпендім. Есе. Қоя сал. Әдейі істеп отыр ғой. Әдейі? Бірақ екеуің жақсы жарасып қалыпсыңдар негізі. Ничего, брат. Әлі көзің жетеді, кімге болысып жатқаныңа. Саған айтпақшы, бір-екі инструкция айтып қойыншы. Айшажан біздің арасында үйде жоқ болып кетіп, бір басқа бір жерде түнеп қалатыны бар. Сосын тағы не еді? Тағы да. Айша, айтшы, есіме түсірші. Қыздармен кеттім деп, еркектермен ыржыңдасып жүретіні бар. Солай ма? Архат, қолхатты жазды, бос әңгімеңді басқаға айтшы. Сосын үшінші инструкция. Абайла, жалықтырып жүйесің, орды деп жала жаба салады. Саған жаным ашиды бар ғой. Тағы не ойлап табады екенсің? Ештеңе ойлап таппаймын. Айшажан, если что, жалықтырып жатса хабарлас. Кеткенде еске түсіріп дегендей. Ты же меня знаешь, да? Пока. Мен болсам, жүктімін дедім. Сосын, апамдар рұқсатын болды деп жылап қалғансың. Баламыз ғой енді. Не болды? Тағы да жүктісің бе? Қош. Басқа. Айт енді, ұрыспаймын. Құдағиға барып, кешірім сұрап, ана екі баланы қайда қоссақ дегенім. Мен құдағидан бұрын Айшаның қайтып жылағанын қаламас едім. Енді асқы Архат өзгерген шығар. О, құдағи. Зира? Амансыз ба? Қалайсыз? Жерлерің кеңген екен ғой, Біз сияқты қайыршылардан құтылып, мәз-мәйрам болып тойлап отырсыңдар ма? Түсінбедім. Несін түсінбедіңіз? Мына сіздер сияқты екі жүзділермен құда-құдағи болғанымша, болмағаным жақсы еді. Құдағи не болып қалды? Ештеңе де болған жоқ, Сания ханым. Сізге рахмет қайта. О бастан біздің кеңіміз емессіз деп бетімізге айтқаныңыз үшін. Кейбіреулер сияқты мәймөңкелеп екі жүзленіп, артымыздан іс тындырмай. Мені қоя бер, Бақытжан туралы тіпті аузымды ашпай. Қаршадай Айшада не құмдарың қалды, алдап соғатындай. Қайта Архатқа рахмет. Кімді алдаппын, кімді алдадым? Архатқа рахмет көзімді ашқан үшін. Сотта жаныңды салдың, барыңды қолдандың. Екі жасты айыру үшін, біз сияқты қайыршыдан құтылу үшін. Құтылдың, құтылдың. Сіз сонда қайта Архатқа сеніп, маған сенбей, осы бұлапыт сөздерді айтып тұрсыз ба? Гүлзира, олай емес. Айшаға жан ашитын бір кісі болса, ол әділ, баласынан айырылып қалмасын. Қорлықтан құтқарам деп барын салды ғой. Құдай-ау, не деген масқара бассыздық бұл, Бұл надандықтың нағыз шегі ғой. Айтуға сөзім жоқ. Мен сонда Архат пен Айшаны айыру үшін сотта барымды салдым. Өтірік жаным ашыған болып, қайыршылардан құтылуды ойладым. Сондағы ойлағаным барлығы жеке басымның қамшын ғана, басқа түкті емес.
Құдайым ай, қалай қиыстырылып құрастырылған өтірік мынау. Әділ, Әділ, не болды? Алло, ассалаумалейкум, братка, как ты? Как дела? Да, нормально, классно. У тебя как? Нормально? Да, вот, ничего, жүрміз, сал жұмыс, үй, ары-бері. Че там? Уақытың бар ма? Ну, бір нәрсе сөйлесу керек еді. Жоқ, ұзақ емес. Короче, былай ғой, естіген шығарсың, бізде өзгерістер болып жатыр. Да, вот, сол ғой қиындап тұрған. Ну, ничего, не переживай. Менде жаңа жоспарлар бар. Егер директорлықта қалатын болсам, сол жоспар бойынша жұмыс істеймін. Тағы вот, брат, осы жайында да сөйлесейін демеймін сенімен. Егер дауыс беру кезінде маған қолдау ұйымдастырып қойсаң, саған рахметімді айтамын. Да не переживай, брат, все. Да? Все, конечно. Все. Все, брат, спасибо, давай. Алло. Алло, Архат? Да, кто это? Мен ғой, Артур. Какой еще Артур? Архат, вы, наверное, забыли, кто я такой? Я тот, который работает с вашей женой. Артур ше? А, Артур. Да, айта бер, не было? Я вам нашел 6. Какая еще 6? Помните, вы мне говорили, чтобы я вам помог очернить имя вашей жены? Бывшей жены. Ну да. Вот сегодня к вам придет девушка. Какая еще девушка, ё-моё? Я тебя просил сделать. Ты же на нее зуб имеешь. Ну, тут такое дело. У нее лучше получится. Не хочешь мараться, да? Короче, ждите. Она придет. Давай. Айша, сәлем. Мамка, қалайсың? Кеше неге түк жазбадың? Жұмыстан сұранып едің ғой. Мен сені жібердім. Бәрі дұрыс па? Айша... Кеше бір қарбалас күн болып кетті, бірақ бәрі жақсы шешілді. Сен бара бер, мен өзім күні бойы жұмыста боламын. Айша, это... Ау. Ақша ма? Қазір жіберем, кешке тағы да жіберем. Ақша жағын сен уайымдама. Бастысы бәрі дұрыс болса болды. Дұрыс қой бәрі? Жақсы онда. Айтпақшы, Жәмила тәте қайда? Қайырлы күн. Лейтенант Ерлан Жұмабекұлы. Әкімшіліктен кім бар? Сәлеметсіз бе? Не болып қалды? Мен бармын, Айша Бақытжанқызы. Түсінікті. Сіздердің қонақ үйлеріңізге бірнеше арыз шағым түсті. Кімнен? Шағым жасырын түсті. Осында жезөкшелер жұмыс істейді, наша сатылады екен. Қонақ үй бүгінге жұмысын тоқтатып, сізде тергеу жұмыстары жүргізіледі. Жоқ, тоқтай тұрыңыз. Қайдағы наша, қайдағы жезөкше? Сіз менімен бірге жүріңіз, облыс жасай беріңдер, жігіттерге. Ты, тварь! Архат, Әділ ол мен тыңдамай кіріп кетті. Аура, жарайды, бара бер, өзім сөйлесем. Мә, ал ақшаңды. Қайтаран адамдарыңды. Не болып қалды? Сен маған Айшаға ештеңе болмайды дедің ғой, неғып оны тергеп жатыр? Солай ма? Жо, мен білген жоқпын оны. Солай. Неғып өтіп тұппойланып тұрсың? Айшаны тергеп жатыр, қайтаран адамдарыңды. Кімді? Ана иттеріңді айтам, Айшаны тергеп гостиницаны іздеп жатқан. Оған мен не қатысым бар? Тұққан сен. Анашаны олар тапса, болды, все. Айша кетеді. Ақшаңды алдың ғой? Не керек саған басқа? Атың Үміт сен не? Үміт. Үміт. Мен саған ақшаны қайтарсаң болды, бәрі дұрыс салады деп айттым ба? Жоқ. Так что, давай кетші. Уақытым болмайды. Сен мен нервыма тиіп тұрсың? Үміт. Тыңда, сен менен ақша алғаның барлығы камерада жазылып тұр.
Айшаға жібергенді қаламасаң аузыңа ие бол. Ұқтың ба? Ишак екенсің бар ғой. Ишак дейді ғой. Өзіңе қарап ал, Фиона. Адам деген түріне қарамайын. Алло, не істедіңдер сендер? Айтты ғой қай жерде екен. Алдыңдар да все, алып кетіңдер ананы. Давай. Қай жерге едім өзі мен? Қайта кетеді, туф. Сабыр мырзаның сенімінен шықсаң, біттің дей бер, Айша. Кім бұл? Кім екенін тап. Жандос. Қалай тура уақытында келгенін білсең ғой. Мынау саған. Бүгін мен сөйлем. Жоқ, Жандос, онда... Маған да көңіл бөлетін кезің келген шығар. Алдымен менің сөзім, сосын сенің шаруалар. Жандос. Айша, мен өзіме адал жар, сен серік болатын адамды көп іздедім. Көп іздегенім соншалық осыншама жүріп қалдым. Мен бар ғой, сенсіз бір күн елестете алмаймын. Сен менің жарым болуға келісесің бе? Мен сені маған көмектесуге келді ме деп қуанып қалып едім. Демек, басыма тастай тисе де әлде сабақ алмаған екем. Сен мен қазір қандай жағдайда тұрғанын білсең ғой. Қысқасы, өзіңнің бетіңе қарап отыратын қуыршақты бар да басқа жерден ізде. Ал мен өз мәселелерімді өзім шешем. Эгоист. Айша! Айша! Сәлеметсіз бе? Бүгінше қарай біздің қонақ үй бүгін қызмет көрсетпейді. Егер номер брондаған болсаңыз, ақшаңыз қайтарылады. Ал егер... Маған Айша керек. Айша ханым қазір бос емес. Сіздің келетіңіз білушім еді, кім деп айтайын? Айналайын, мен жағамды алмай қоя тұршы. Күнде бұлай кіріп шығып жүрген гостиницаға бүгін не болды? Сіз естімеп пе едіңіз? Нені? Қазір мұны... Артур, не болып жатыр? Ау, қызым, не болып қалды? Амандық па? Амандық. Қандай шаруамен келдіңіз? Енді сен телефонды көтермейсің, сосын өзім білейін деп келдім. Бәрі жақсы. Тағы сұрақ бар ма? Қызым, о, саған не болған? Ештеңе де болған жоқ. Соттағы шешім заңды күшіне енген соң немереңізбен кездесіп тұруыңызға болады. Ұлыңызбен ажырасқалы сіз маған, мен сізге ешкім емеспін. Сол үшін жұмыс уақытында маған кедергі келтірмеңіз. Түсінікті айттым ба? Иә, түсінікті. Көрсеткен көмегіңізді ешқашан ұмытпаймын. Жақсы онда, сау болыңыз. Айша, қызым. Артур, жұмысыңды істе. Иә. Мен жоқпын. Брат, кешірші. Но это очень срочно. Мен жоқпын дедім ғой, түсініксіз бе саған? Брат, ол маңызды емес. Маңыздысы Айшаға қауіп төніп тұр. И оған мен кінәлімін. Көмектесші, брат. Алло, Әділ мырза? Құдағи амансыз ба? Қалыңыз қалай? Иә, жақсы, амандық па? Иә, тыныштық қой. Құдағи, кешегі әңгімені осы... Иә, кешегі сөздері мен ісім үшін сізден кешірім сұраймын. Өзім де сізге кіріп шығып, қалыңызды біліп, кешірім сұрайын ба деп отыр едім. Жоқ, ештеңе етпейді. Сол кешегі әңгіменің Арқаттың айтқан Айша білді ме? Жоқ, оған айтпадым. Айтпаған болсаңыз, онда... Не болып қалды? Нені айтасыз? Жай әншейін. Бір дежавю сияқты бір сұмдық болып тұр. Кешегі сіздің келгеніңіз қайталанып жатыр. Бірақ бұл жолы Айша. Айша сізге бірдеңе деді ме? Жоқ, сол демей жатыр ғой қайта. Бірақ бір сұмдықтың бары анық.
шыныңызды айтыңызшы, құдағи, сіз Айшаға ештеңе демедіңіз бе? Жоқ, мен Архат бульдозермен келіп кеткеннен кейін көрмедім де, сөйлеспедім де. Қалай? Архат бульдозермен? Кеше үйді бұзбақ болып Архат. Қай үйді? Айша папам білмей-ақ қойсын деп еді. Сонымен, шындықты айтасың ба жоқ па? Әлде іздестіру жалғастыра берейік пе? мейлі өздеріңіз біліңіздер. Ешқандай жезөкше табылмады деп риза болып тұрсың ба? Наша табылғанды қалай сөйлегенін көреміз? Ешқандай наша бізде жоқ. Тауып алсам ше? Тауып көріңіз. Біз бұны өдім, соң жүр. Тауып көр. Ешқандай ордерсіз тінту жұмыстарын жүргізгенің үшін сотталып арманда кетесің, ұқтың ба? Сосын ана күшіктеріңді алды қайқай. Жандос Сізбасаров, тоқтай тұрыңыз. Сен не осында әлі тұрсың ба? Брат. Балам, өзіңді де өзгені де қинама. Не айтып тұрсың? Гүлзираға айтқаныңды әкең біліп қойыпты. Мен не айтыптым оларға? Ештеңе деген жоқпын, оны көрген де жоқпын мен. Қалайша? Ол осында келіп, сендер Айшаға әдейі көмектесіпсіңдер. Бізді бейшара қайыршы санайсыңдар деді. Мам, зачем мне это? Айтыңызшы. Өздері ойлап тапқан бір нәрсесі бред какой-то. Бірақ ол солай... Маған сенбейсіз бе сонда? Қашан өтірік айттым мен сізге? Айттым ғой, өздері ойлап тапқан бір нәрсесі. Олар білесіз ғой, қандай бәлеқор екенін білесіздер ғой олар. Бульдозермен үйін сырт тастағын келгенде олар өздері ойлап тапқан ба? Бәрін түсіндірем деймін. Сөйлем! Папа! Сендей балам болғанша болмаған жақсы! Жоғал! Айша, тоқташы, саған нәрсе айтуым керек. Мүмкін мен қазір қайтып келемін, анда Айша, бұның бәрін істеген мен. Не үшін? Мен негізі арам ойым болған жоқ, Айша. Мен просто алданып қалдым, еще оңбай. Мен саған зиян тиіп кетеді деп ойламадым. Бұның бәрін істеген Архат, мен соған көмектестім. Мен содан өмір бойы құтыла алмай өтетін шығармын осы. Айша, кешірші, Архат Сабыр ағадан өш аламын деген еді. Саған кесір тимейді деген еді. Кешірші, пожалуйста. Мүмкін, шынымен тән қазір не айтарым білмей тұрмын. Бірақ мойындағаныңа рахмет. Егер ақтай алсаң, өзіңді ақтап ал. Мен сенен айырылғым келмейді. Айша, мен шын керек арам ойым болса, саған бұның бәрін айтпас едім ғой. Кешірші, пожалуйста. Сабыр ағай сені өлтіретін болды ғой еді. Ештеңе етпейді. Егер өліп жатсам, баламды сен бағасың. Одан же бәрін өзім ойыма ала салайыншы. Не істеп жүрсің? Бүгін осы жерде, дәл осы жерде ғой. Бір қыз позорым шашып сөйді. Соны жинауға келген. Кешірші, мен сен біледі екен деп ойладым. Сөйтсем, Умка кешке бірақ айтыпты ғой. Жарайды. Алып қосарыңдар ма? Саған рахмет. Сен болмасаң, қазір осылай күліп тұрмас едің. Ештеңе етпейді. Ол менің жұмысым ғой. Ренжіп тұрған жоқсың ғой? Білместік болып қалды жай ғана. Кешірші енді. Жоқ, не үшін ренжимін? Өмірімде бірінші рет қызға ұсыныс жасап көрдім. Оның өзінде отқаз алдым. Өйтпесе жандос бола ма? Қойшы болды. Түсініспеушілік болып қалды жай ғана. Тағы да бір сұрақ қойсам бола ма? Шынымды айтсам, сұрақтар уже мына жерінде тұр. Болды. Түсінікті. Айша, тағы не болып қалды? Шеф келе жатыр, сені сұраған кабинетте күтсін деп жатыр.
Құрметті әріптестер, барлықтарыңыз не үшін шақырғанын білесіздер ғой. Бізге жаңа директор сайлау керек болатын. Бәріңізге алдын ала айттым, құлағдар еттім, солай ма? Әдетте директор акционерлердің дауыс беруімен шешілетін еді. Бүгін басқаша болмақ. Ендеше ескі директорды қайтадан сайлай салыңыздар. Мен екі қолдап қолдаймын. Солай ма? Тыныштық сақтаңыздар. Мәселе бұлай. Ендігі күні біздің акционерлік қоғамды білімді де білікті маман басқармақ. Осы уақытқа дейін қаншама қиындықтар, келеңсіз жағдайлар орын алып, біз туралап қалдық. Енді бәрі басқаша болады деп жаңа директорымыз уәде етіп отыр. Ол еш дауыссыз бірден директорлық пост алады. Себебі компанияның 50% акциясы сол кісінің еншісінде. Ендеше сіздердің рұқсаттарыңызбен компаниямыздың жаңа директоры Айша Бақытжан біздің ортаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Ше?